Жазғы тұры қалмайды қыстың сазы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Сәлем құрметті бұлақ көрермендері. Абай атамыздың осы өлеңі көктемнің барлық сипаттарын көрсетіп бере алады. Ендеше бүгін осы масатыдай құлпырған көктемнің ішкі сырына өздеріңізбен бірге тереңірек үңіліп көрейік. Жаз жіберіп жан берген қара жерге, рахметіне Алланың көңіл сенер, мал семірер, ақпенен ас көбейер, адамзаттың көңіл өсіп көтерілер. Бір жылда 4 маусымның болатыны айтпаса да түсінікті. Ендеше осы 4 маусым бір күннің шебер баламасы. Ол үшін ең кіші масштабтан бастап түсіндіріп көрелік. Таң мезгілі барша тіршілікті ұйқысынан оятып, жаңа бір күннің басталатынын паш етеді. Біздің жаңа күніміз осы таңнан бастау алады. Түс мезгілі жер бетіндегі жыбырлаған тіршіліктің кемеліне жетіп, ең қарбалас күйгенетін шағы. Кеш мезгілі адамдар үй-үйлеріне қайтып, бір күндік тіршілігін қорытындылап, келесі күнге қуат жию үшін демалысқа дайындалатын шақ. Түн мезгілі жер бетін жапқан қараңғылық, басым көп сандағы тіршілік иелерін тәтті ұйқыға, яғни кіші өлімге бас қойғызатын шақ. Енді масштабымызды бір айлық уақытқа кеңейтіп көрсек, ол да осы жүйеге түсетінін байқаймыз. Яғни, бір айдағы 4 апта, бір күндегі 4 мезгілдің баламасы. Ендеше, жақсыға сөздің басын айтсаң, аяғын өзі білер дегендей, сөзімізге тиек болған көктем маусымы бір жылдың таңғы мерзімі екені белгілі. Сондықтан көптеген халықтар өзінің жыл басын осы көктем маусымымен бастайды. Халқымыз наурызды жыл басы ретінде санап, көктемгі тіршіліктің жандануын шаттыққа толы мерекемен ұластырып, жаппай тазалық жасап, ағаш отырғызуды тамаша дәстүрге айналдырған. Енді масштабымызды ұлғайтып, адам өміріне балайтын болсақ, адамның шыр етіп өмір есігін ашуымен оның көктем шағы басталады. Сол себепті де ата-ана осындай тамаша мезгілінде баланың санасына ізгіліктің тұқымын себе алса, ертең жеміс берер мәуелі ағаштай толысып пісер анық. Көктемнің ең маңызды әрі ерекше құбылыстарының бірі күн мен түннің теңелуі. Бұл наурыздың 21-22 күндері орын алады. Ал бұл құбылысты астрономиялық тұрғыда тұжырымдайтын болсақ, бұл мезгілде жердің экваторы күн сәулесін тік бұрышпен қабылдайды. Бұл жердің кез келген нүктесінде күн мен түннің ұзақтығы шамамен тең болуын қамтамасыз етеді. Әр қайсысы шамамен 12 сағатқа созылады. Осы себептен де жалпы солтүстік жарты шарда көктем мезгілінің басталуы болады. Келесі ерекше құбылыс жан жануарлардың қоныс аударуы. Біз білетін жыл құстарының көктемде оралуын айтпағанда, кейбір көбелек түрлерде қоныс аударады екен. Мысалы, монарх көбелектері Мексикадан ақш пен Канадаға ұшып барады. Көбелектің ғұмырлық өлшемімен қарағанда бұл тым ұзақ көш саналады. Себебі бұл көшті олардың 3-ші ұрпағы әзер аяқтайды. Көктемде өсімдіктердің көктеп көбеюмен қатар, көптеген жануарлар да көбейеді және жасаналықтарын дүниеге әкеледі. Бұл мезгіл жылдың ең белсенді кезеңі болып табылады. Өйткені жаңа туған жануарлар үшін қорек заттардың молдығы және жақсы ауа райы олардың өсуі үшін қолайлы жағдай жасайды. Тағы бір көктемнің ерекше құбылысы өзен суларының арнасынан асып тасуы. Бұл туралы біз айтпасақ та белгілі. Десе де, бұл адам өмірі мен мал мүлк үшін орасан зияндар әкелетіндіктен алдын ала тиісті сақтық шараларын жасауды қажет етеді.
Біз жыл сайын көктемнің осындай керемет сыйына қанық боламыз. Жаратқанның жаудырған нұрымен қара жер жібіп, бар сұлулығын сыртқа паш етіп жатса, кейбір тастан да қатты жүректер жылымайды да елжіреп езілмейді. Осылай Абай атамыздың келесі шумағымен тәмамдайық. Қара тастан басқаның бәрі жадырап, бір сараңнан басқаның пейілі енер. Тамашалап қарасаң тәңірісіне бойың балқып ериді іште жігер. Олай болса осынау бой балқытар көктемнің әсерімен болса да, лайк басып, комментарийге бір ауыз жылы сөзіңізді жаза кетіңіз. Арамыз алыстап қалмас үшін арнамызға жазылыңыз.